Саламатсыздар ма әріптестер? Жаңа біз футажға қалай видеоны қоямыз, сол туралы көрсетем. Мінекей әріптестер, мына жерде бізде книжный полка болған ғой, мына ұлымның кішкентай. Мынау хромакей ретінде жасыл ванна орамалды алдық біз. Үйде хромакей менің жұмысымда сейфте қалып қойыпты. Енді қазір осыны мына жерге қойдық, бойымен бірдей қылып ортаға тұр, сәл ортаға тұр. Енді жаңа тақпағың бар ғой, екінші тақпағың. Соны айтып жібересің ба қайтадан? Видеоға түсіргенде осылай қылып аласыздар ғой, жақындап, әдемілеп, осылай қозғалтпай. Айта ғой, қазір түсірейін. Әдемілеп пісірген, ойыншықтар тізілген, қандай әсер шышамыз, айтып баршамыз. Бағана бір капкатта видео жасап көрсетем дедім ғой. Міне мына капкатта қазір бастаймыз, новый проектті бастаймын. Бағана мен бір мультяжный не алдым. Футаж алып қойдым дайындап. Мінекей мынау футаж оқымалар. Мынаның музыкасы өте қатты болып тұр, сондықтан бұның музыканың дауысын азайтамыз. Музыканың дауысы. Міне громкость тұр ғой, соны барып кішкене былай. Енді осы жерге келіп нені қоям. Мынау фонның үстінде жаңағы біздің оқушыларымыздың или өзіңіздің видео записіңіз тұру үшін осы жерге нені басамыз. Осындай футаждың үстіне түсу үшін мына жерде не бар? Наложение деген тұр капкатта. Наложениеге барамыз. Добавить наложение. Бағана мен бір видео түсіріп қойғанмын. Міне мынау. Мынау жасыл фонда түсіресіздер осылай сіздерде. Менде арнайы материал болған, оны жаңағы хромакей деп атайды, ол менде сейфте қалып қойды, сондықтан үйде осындай жасыл полотенце болған, соны төсеп түсірдім. Именно жасыл немесе көк болу керек сізде. Мінекей осындай видеоны түсіресіздер. Мінекей әріптестер, енді мына жасыл фонды алып тастау үшін мына жерге барамыз. Вырезка деп тұрады. Или кейбіреуінде ол сразу хромакей деп шығуы мүмкін. Сондықтан хромакейге барасыздар. Мына пипетка тұр ғой, соны басасыздар да. Мына пипеткамен жасыл фонға барасыздар. Жасыл фонға барып, интенсивность деп тұр ғой, соған барамыз да осылай настройка жасаймыз. Мына біздің жасыл фонымыз кетеді осылай. Қатты жүзгеден апарсаңыз осылай ағарып кетеді суретіңіз. Сондықтан осылай настройка жасайсыздар өздеріңіз. Мына басам. Енді мына фонды кішкене үлкейту керек па, кішірейту керек па, оны өзіңіз жасайсыз. Мына жерге қояйын ба, қай жер ыңғайлы? Елканың қасына қояйын. Енді осыны көреміз қазір. Мына жерге дейін. Мына жерге дейін мына сурет, мына видеоның артық тұр. Менің сөздерім басылып тұр, сондықтан разделить басып, мына жағын мен өшіріп тастаймын. Удалить қайда? Міне. Міне. Мінекей осылай шығады. Енді бұл жерде мынаны сурет видеоны басып анимация дегенге барасыздар ғой. И бұл жерде де тоже выходты әртүрлі келтіруге болады. Мысалға былай шығатындай қылып. Мына суретті алдым. Мен анимацияны. Енді мынау артындағы фондағы музыка қатты шығып тұрса, онда громкостьке барып кішкене азайтамыз осылай. Видеодағы дауыс ақырын шықса, бұны да громкостьке барамыз. Мына видеодағы осылай көбейтеміз. Бұл жерде тоже текст жасауларыңызға болады ғой. Ол үшін текстке барып добавить надпись деген жерге тақпақ дей салайын енді. Стиль деген жерге барып осылай өзгертесіздер мынаның барлығын. Осылай жасауға болады. Енді бұл бізге қатты аса қажет емес. Осы жұмысты енді сосын дайын жұмысты осылай жүктеп аласыздар ғой.
Мінекей біздің жұмыс дайын болды. Тексеріп көрейік. әдемі деп тізілген ойыншықтар тізілген. Қандай нәрсе шашамыз, айтып баршамыз. Міне осындай видео шығады.